Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде бар заттардан өте дәмді зебра пирогын пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен алда қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз, үстіне шым-шым тұзды саламыз, қантты салып, миксердің көмегімен ағарғанша жақсылап көпіртіріп аламыз. Қанты жақсы еріп, ағарып, көтеріліп шығу керек. Үстіне айранды саламыз, сосын сұйық майды саламыз. Тағда барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде миксер болмаса, венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Енді електен өткізілген ұннан 2 қасық бөлек ыдысқа алып қоямыз. Енді осы ұнның үстіне қопсытқышты саламыз, ванилинді саламыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнды жаңағы сұйық массаның үстіне саламыз, барлығыны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін осы массаны теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін оның бір бөлігіне жаңағы алып қойған ұнды араластырамыз. Ұнды салып венчикпен араластырдым мен, миксермен қаласаңыздар араластырсаңыздар болады. Ал қалған бөлігіне 2 қасық какаоны салып, оны да жақсылап комоктары қалмағанша араластырып аламыз. Осы кезде пешті 180 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. Сосын форманың астына пергамент қағазын салып дайындап аламыз. Мен 26 диаметрлі формада пісірдім. 24 диаметрлі формада пісірсеңіздер де болады, өздеріңіз қалауларыңызша. Енді дәл осы видеодағыдай салып шығамыз. Әр салғанда осы 2 қасық ағынан 2 қасық какао қосылған қамырдан саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне дәл осылай гүл сызып шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Енді қызып тұрған пеште 30-35 минут уақытта пісіріп аламыз. Менде 30 минуттар шамасында пісіп шықты. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Дәл осылай көтеріліп, үсті қызарып шығу керек. Шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Ыстық кезінде формасынан шешпейміз. Мен кішкене суытып алдым. Суығаннан кейін барып формасынан шешетін боламыз. Өте әдемі болып шығады. Осылай көтеріліп, үсті қызарып шығатын болады. Толықтай суытып барып кессеңіздер жақсы, ыстық кезде кессеңіздер өте жұмсақ болады арасы. Қазір міне арасын кесіп көрсетемін. Арасы дәл осылай өте әдемі болып шығады, жұмсақ. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар, өте дәмді болады. Видео сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.